біз бүгін Қазанымыздың ең мотор театрларының бірсі Ғалиасқар Камал бинасында Асқар абының юбилей кешесіне жиылдық. Пауза дей Асқар әфәнді өзінің рөллерін көргенде, өзінің ішлері турында сөйлегенде, ол har вакытта әйтә, менде рөлнең де мәгънәсен башта аңларга тиеште. Һәм шул вакытта сәхнәгә чыгып эшли башлагачтан сүзләр, эшләр, бару хәрәкәтләр алар үзләр баралар. Шул вакытта тамашачыны аңлар өчен миңа һәр вакытта пауза кирәк дип әйтә. Хактан да шушы пауза вакытында гына сәхнәдә уйнаучы артист белән тамашачының диалог килеп чыга. Сен кайда гына эшләсәң дә һәр вакытта да үз телеңне белеп калырга кирәк. Тарихны белергә кирәк, гырыф-гадәтләрне белергә кирәк. Миңа бик нык ошады, Асқар әфәнде әйтте, әгәр дә мин кеше белән сөйләшкәндә, ул үзенең ана телен белми икән, инглишне беләме, французча беләме, немецне беләме, миңа аның белән сөйләшү бәлки генә авыррак, чөнки ул тормышның мәгънәсен милләт өчен аңлап бетермәй. Ул дөрес, фактан да Түз гәүдә. Кыйып куйган артистны язмыш ничек кенә эзәрлекләсә дә, ул татар милләте өчен алыштыргысыз шәхес, алыштыргысыз артист булып калды һәм кала. Асқар абый, сез какшамас рухлы, бөек, көчле кеше. Жәмағат, театр ол бұл сәхнеде ғана түгіл, бұл бинада ғана түгіл. Бүгінгі заманда біздің бүтін дүниябыз өзі театр. Тұрмышымыз біздің спектакль. Тілейбіз, тілемейбіз, өзі бізге де білдіртмеші біздің анда ойнаталар. Анда комедиясы да бар, драмасы да, қысқанышқа қаршы трагедиясы да бар. Қой вақыт көзіміз біраз тұмаланып, қалақларымыз тынып, еректеріміз өрле башлап. Біз шушы ойнашлы дүниеде спектакльде яшәгәнебезне қой вақыт ұнытып та жібереміз, көрмей де қаламыз. Әміне шул дүнияның шын барлығын көрсетуші, біздің искә төшереп торучы, сәләтле, талантлы артистларыбыз була. Әсәр сен ең бірінші ширатта профессияң артист болса да, сен менә шушы безнең уйнашлы дөньяның күзгесе, безнең шуны күрсәтүче. Асқар Шафикович, что сказать? Сегодня вам 75. И от наших курочек-актрис прими 75 яиц. Вся сила в мясе – ерунда. Вся сила в яйцах, господа. Жәмағат. Мына біз сылай тұрып, жетекләшіп шығып кеткен едік бірге. Әлхамдулиллахи шүкір, мына неше еллардан соң сіздің қаршығызда яқты yüzіміз білән, ашық көңіліміз білән қарап тұрабыз. Бірге болайық, бірден болайық.
Benim көңілімде бар тек бір генә ой. Аллаға шүкір, мен өзімнің милләтімні хөрмәт иттім, зурладым. Урамнарда, майданнарда 20 ел бойы мен азатлық деп кычкырып бердім. Әлбәттә минем хыялларым барсында тормышка ашмады. Ләкин кайбер теләкләрем кабул булды. Шуңа күрә мин Аллаһы Тәгаләгә моның өчен бик рәхмәтлемен. Biz китәбез, siz каласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Рәхмәт барыгызга да.